Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Доспамбет жыраудың «Қоғалы көлдер, құм-сулар, айналайын ақ жайық» толғауларында көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі. Сабақтың мақсаты шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасаңыз. Оқушылар, сіздерге жыраулар поэзиясында көтерілген әлеуметтік мәселелерге қысқаша тоқталып өтемін. Доспамбет жырау толғауларында көтерілген мәселе қазақ халқының сан ғасырлардан бері күресіп келе жатқан өзекті мәселесі. Жер үшін болған күрес қай кезеңде де толастаған емес. Ұлан-ғайыр кең даланы ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғап, кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырды. Есімі аңызға айналған батырлар Дарқан даласын аттың жалында, түйенің қомында өмір сүре жүріп қорғаса, ақын жыраулар отты өлең, жалынды жырларымен жауына жебе болып қадалды. Әр қайсысы әр заманда өмір сүрсе де, олардың мақсатын, көтерген мәселесінің өзектілігін мына уақыт тізбегі әдісі арқылы ұлы тұлғалардың айтқан түйінді ойларынан аңғаруға болады. Доспамбет жырау. Екі арыстан жау шапса, оқ қылқандай шаншылса, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес. Бұқар жырау. Ордалы байтақ елім бар, бал өзені тулаған, мал кіндігі жерім бар, соны қорғап бағыңдар, жауға қарсы барыңдар. Ахмет Байтұрсынов. Жер мәселесі қазақтың тірі, я өлі болуының мәселесі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Еліңе жаның ашыса, еліңнің ұлы болсаң, мемлекетіңнің көркею жолында аянбай еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа. Оқушылар, практика кезеңіндегі тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: балық қаңқасы әдісі арқылы шығармада көтерілген мәселеге талдау жасаңыз. Бағалау критерийі: шығармада көтерілген мәселені анықтап, талдау жасаңыз. Оқушылар, енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Шығармада көтерілген мәселе бұрынғы өткен заманды аңсау, ерлікті дәріптеу. Себептері: Дарқан даласына көз тіккен сыртқы жаулардың көптігі, шұрайлы жерлерден айырылуы. Дәлелдері: қоғалы көлдер, құм-сулар, айналайын ақ жайық толғаулары дәлел бола алады. Қорытынды: ақын отанын, туған жерін қорғауды өзінің азаматтық парызы деп санады. Оқушылар, енді екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Доспамбет жырау толғауларында көтерілген әлеуметтік мәселеге сыни хабарлама жасаңыздар. Сыни хабарлама дегеніміз, шығармада көтерілген мәселеге өзіндік дербес көз қарасыңды білдіру, бүгінгі қоғамның жаңашыл ұрпағы ретінде сыни баға беру. Бағалау критерийі: шығармада көтерілген әлеуметтік мәселені анықтаңыз. Сыни хабарламаны талапқа сай жазыңыз. Дескриптор: шығармада көтерілген әлеуметтік мәселені ашыңыз. Сыни хабарламаны талапқа сай жазыңыз. Енді оқушылар, дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Доспамбет жырау өз толғауларында сол кезеңдегі әлеуметтік мәселелерді көтеріп, туған жеріне деген шексіз сүйіспеншілігін аңғартады. Ұлан-ғайыр даланы сыртқы жаулардан қорғап, азат ел болып, еркін өмір сүруді аңсады. Осы мақсат жолында жастарды жырымен жігерлендіріп қана қоймай, өзі де талай жорықтарды бастап, ерлігімен де үлгі өнеге көрсете білді. Шығармаларда көтерілген әлеуметтік мәселелер тек Доспамбет емес, талай ақын жыраулардың шығармаларында арқау болғаны анық. Батыр тұлғалы жыраудың туындылары арқылы жас ұрпақ өткен заманның бейнесін көреді, ата-бабаларының тұрмыс тіршілігімен танысады. Сондықтан жырау есімі ешқашан ұмытылмай, ерлігі ел есінде мәңгі қалатыны анық. Жарайсыздар оқушылар,
берілген тапсырмаларды өте жақсы орындап шықтыңыздар. Енді үй тапсырмасына назар аударыңыздар. Егер сіздер 21 ғасырдың жырауы болсаңдар, қандай әлеуметтік мәселе туралы айтар едің деген осы сұрақ төңірегінде ойларыңызды жазыңыздар.